Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Бүгін біз кітапханамызға келіп түскен мәдениет журналына шолу жасайтын боламыз. Өткен ғасырдың 60-шы жылдардың бас кезінде шырайлы жырларымен өлең әлемінің есігін ашып, жұртты, әсіресе студент жастарды аузына қаратқан бар болғаны 36 жас жасап, бастады мені жол алуан, тағдырым ерте жоғалған, жеткізбей кетті қайтейін кеудемде жүрген көп арман деп дүниемен қош айтысқан Марат ақын Отарәлиевтің туғанына биыл 75 жыл толып отыр. Мараттың туған жері Атырау облысының Тойсойған құмы, есейіп жыр көшіне ілескен жерлері Атырау, Алматы, кейін Атырауға оралып, Балықшы ауданының Балықшы поселкесіне қоныстанды. 1968 жылдан өмірінің соңына дейін аудандық Каспий таңы газетінде жұмыс істеді. Осында бірге жұмыстас болдық. Жер көріп, ел танып, Астанадан ақын атанып келген ол аудандық газеттің күнделікті, мігірсіз күйбен тірлігіне алаңсыз араласып кетті. Жақсыда жаттық жоқ, арамызда ешкімде оны жатырқаған жоқ. Адамға үйірсек, бауырмал мінезімен өзі де бізбен ағайындай араласып жүре берді. Ұжымның үлкендері редакторымыз Ғалым Теміртасовты, жастар жағы өздеріне ұстаз санайтын Абдулла Қожиевті, кейінгі редакторымыз Тұқпат Қалмұқановты аға тұтты. Олар да Маратты өзімсініп еркелетті. Құрдастары Лут Әбілов және Меңдеш Бейсеновпен әзілдері жарасты. Олардың ауыздарынан шыққан сөздерін сол бойда қалжыңға айналдырып, екеуіне күн бермейтін, бірақ әдептен аттамаушы еді. Өзі де әзіл қалжыңға апшымайтын. Жалпы біз білетін Марат ар-ұжданы таза, кісіге қылауда қиянаты жоқ, бала мінезді, ақкөңіл азамат еді және өмір бойы сол қалпында айнымай өтті. Амандос Сүйеровтің кеудесінде көп арман кеткен ақын атты мақаланы осы мәдениет журналының бірінші санынан оқи аласыздар. Әдебиет пен өнерге еш қатысы жоқ. Көлденеңнен кездейсоқтап келіккен әлдекімдер шедевр мұрамыз Қыз жібек жырында баяндалған жайттарды терістеп, жоқты бардай, ақсақты тыңдай еткен өтіріктерін басым беттерінен үздіксіз насихаттағанды. Бұған көпшіліктің сеніп қалғандар аз, бірақ қарапайым халыққа нендей кінә артасың? Тарих пен әдебиет саласында бәлен жыл нан тауып, сорпа суын айырып жүргендердің өздері асыл мен жасықты, ақиқат пен жалғанды айыра алмай адасқанда. Әрине, айтылған бұл шындықтың ауыр қабылданары анық. Осы өтірікке құдайдай сеніп, кезінде қосыла жапқан кейбіреулер абыройы төгілгендей сезініп, жалған намысқа басып, байбалам салуы да бек мүмкін. Бірақ санасы биік, парасатты адам ақиқатқа қай кезде де бас иері күмәнсіз. Әйгілі эпостың жаңа вариантын жасамаққа ниеттенген ойсыз біреулердің шатпақтаған жыры бәрібір сөз өнерінің қас үлгісіне, қалыпталған Қыз жібектің классикалық нұсқасына еш теңемесе алмас еді. Қыз жібек жыры жайлы ел ішінде тарап кеткен алып қашпа сөздер біраз жылдан бері тыйылмай, құнды мұрамызға қиянат жасалып келеді. Қозғамақ мәселеміз осы төңірегінде. Сонымен Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері, филология ғылымының кандидаты Жұмашай Рақыш Қыз жібек эпосы туралы бүйдеген екен. Қыз жібек ғашықтық жырының 16 нұсқасы бар. Оның ішінде Жүсіпбек Шайхсламұлы мен Мұсабай жырау нұсқасы ғылыми көпшілікке танымал. Қыз жібек жырын бір нұсқасын белгісіз ноғай азаматы Қазан қаласында Чиркова баспаханасына 1894 жылы жариялаған екен. Әкесінің жылқысын бағып жүрген Қарабала есімді жалшымен бойжеткеннің сөз жарасып, бірін-бірі ұнатып қалады. Бір күні бай қызды біреуге бермекке келседі. Бұл тығырықтан шығудан жол іздеген қыз бен жігіт түн жамылып елден қашады. Құлмен кетті деп намыстанған бай ұлына қарындасыңды қалайда тауып өлтір, аяушы болма деп әмір етеді. Іс кескен терек ақыры екеуін ұстайды. Қарындасын азаптап өлтіріп, жігітті өлімші қылып сабап ауылына келеді де құдыққа тастайды. Бір қолын жұмсайды, сонан соң тірілей көміп таста деп
бірақ аяушылық жасап оны құтқарып жібереді. Көміп тастадым деп кесентеректі алдайды. Қара бала есіл жаққа жүріп кетеді. Сол жылы қыс жұт әкеліп, бар малы қырылып, байлықтан әп сәтте айырылған кесентерек те аз уақыттан соң есілдің бойына келіп қайыр сұрап жүреді. Мұны естіген қара бала оны іздеп тауып өлтіреді. Кегін алған жігіт Қаратауды бетке алып, ғашығы Ақбикештің қабіріне келіп, зар мұңын төгеді. Жыр бұлай тамамдалады. Адамға опа бермес дүние жалған, көшпелі бірден бірге кейін қалған. Шындығы Ақбикештің мұнарасын жұрт айтады, қара бала соны салған. Төлегенді өлтірген күдікті кім атты мақаланы Мәдениет журналының 1-ші санынан оқи аласыздар. Кейінгі уақытта әлеуметтік желілерде де, қарапайым жұрттың арасында да хан кененің басын Ресейден алып келсек, қазақтың рухы көтеріліп, абыройы асқақтап, мерейі үстем болады деген әрі даурықпа, әлі лепірме жиі айтылатын болды. Алған алмағанымызды қайдам, әйтеуір Ресейден тәуелсіздік алдық деп ұлардай шулап, 1991 жылдан кейін Тайқазан туралы да осындай желдірме көптерме сөздер баспасөз беттерін жайлап алған болатын. Елімізге Тайқазанның қайтып келгеніне табаны күректей 27 жыл болды. Мырза Ғали Сахиұлының басты мәселе хан кененің басма атты мақаланы Мәдениет журналының 1-ші санынан оқи аласыздар. Екінші Николай патшаны отбасымен бірге азаптап, ешбір сотсыз ақ бір түнде қырып салған қанішер Филипп Голощекин қазақ жерін басқарған тұста қазақтың басына қасірет төнді. 1925 жылдың 27 тамызында Қазақ АКС орталық комитеті ірі бай шаруашылықтардың және жартылай феодалдардың мал-мүлкін тәркілеу және жер аудару туралы жайлы қаулы шығарды. Мұның соңы күштеп тәркілеуге жалғасып, байлардың қолындағы малы зорлықпен тартып алынды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сұрқия саясат ұстанған Филипп Голощекин мен оның жандайшаптары байлар ғана емес, тұрмысы орташа халыққа да қырғидай тиді. Соңыра қазақ даласын зұлмат аштық жайлады. Қазақ байлары не үшін қуғындалды? Олардың малын неге тартып алды? Мұның бәрі Иосиф Сталиннің 1925 жылдан басталған елді индустрияландыру жайлы саясатының салғын еді. Кеңес үкіметі индустрияландыру аясында зауыт-фабрикалар салып, ірі-ірі нысандар құрылысын қолға алды. Алайда мұндай игіліктің ешбірі қазақ аумағында бой көтерген жоқ. Керісінше, барлығы Ресей топырағында іске асты, ал қазақ жерінен керісінше мол мөлшерде ет пен астық алынды. Белгіленген мөлшерді өтеу мақсатында кеңестік билік байларға бас салды. Қолындағы малын тартып алып, Ресей асырды. Тарихшы Талас Омарбековтың айтуынша, 1931-1933 жылдары қазақ даласында 40 миллион бас малдан 4 миллион ғана қалған. Осының салдарынан алапат аштық кезінде сол кездегі 4,8 миллион қазақтың 2,3 миллионы аштан қырылған. Қасірет емес пе? Байлар қалай қуғындалды, солай елден береке қашты. Өйткені бұрынғының дәулеттері еліне, жұртына мейір шапағатын жаудырып, қараша халыққа қарайласқан еді. Қара халықты жұмыспен қамтыған кім? Байлар. Той-томалақ ас-ауқат ұйымдастырып, қазақ мәдениетіне жан бітірген кім? Байлар. Қазақтың алғашқы газет журналдарын қаржыландырған, алаш арыстарының жолында төсеніш болып жайылған сол байлар болатын. Кеңес билігі таптық қайшылық жоямыз, бай мен кедейді бір қыламыз деген дүрмекпен бай бағландарды аяусыз жазалады. Мұның соңы жалпы ұлттық нәубетке ұласты. Қазақ байлары қалай қуғындалды атты Серікбол Хасанның мақаласын Мәдениет журналының 1-ші санынан оқи аласыздар.